Армысыз көрермен, осы аптада да Қазақстанда су тасқыны баспасөз беттеріндегі нөмірі бірінші тақырып болды. Қазір еліміздің батысы мен солтүстігінде жағдай күрделі. 100 мыңға жуық адам құтқарылды. Оның ішінде 36 мыңнан астам бала бар. Аптаның басында құтқарушылар мұнайлы өлке Атырау облысының Құлсары қаласы тұрғындарын теңіз кен орнындағы жатақханаларға Атырауға эвакуациялауға мәжбүр болды. Дрондар арқылы су қоймаларына мониторинг жүргізіліп, кейбір өңірлерде кептелістің алдын алу үшін өзендерде мұз жарылып жатыр. Зардап шеккен өңірлерге 1000 тонна гуманитарлық көмек жеткізілді. Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында 3500-ден астам жеке тұрғын үй, 563 аула аумағы су астында қалды. 66 елді мекен көлік қатынасынсыз қалып отыр. Президентіміз соңғы 80 жылдағы ең ірі табиғи апат деп сипаттаған тасқын мал мүлікті қоспағанда талай адамның үйін қиратты. Су басқан аймақтарда жеке мүлікті сақтандырудың деңгейі өте төмен, 1%-дан да аз. Әдетте сақтандыру жайлы табиғи апат кезінде ғана еске түседі. Сондықтан мемлекет баспанасыз қалғандарға тиісті құжаттары түгел болмаса да барлық шығынын өтеп, жаңа үй салып береді. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаевтың айтуынша, су тасқыннан жарамсыз болған үйлердің орнына салынатын жаңа баспананың 1 шаршы метрі 281 мың теңгеден болады. Қазіргі таңда бүкіл әкімдіктерден түскен ақпараттарды жинаймыз. Сол ақпараттар бойынша жергілікті атқарушы органдардың бюджетінен, одан кейін республикалық бюджеттен қаражат бөлеміз. 80 шаршы метрлік бір үйдің құнын 22 миллион теңгеде бағалап отырмыз. 1 шаршы метрі 281 мың теңге, деді министр. Оның мәліметінше, бүгінде қираған үйлердің жалпы саны белгісіз. Сарапшылардың пікірінше, жалпы шығын 200 миллиард теңге шамасында болуы мүмкін. Апаттан зардап шеккен азаматтарға барлық қажетті жағдайды жасауымыз керек. Бұл қомақты қаражатты талап ететін жұмыс. Бірақ біз халқымыздың алдындағы міндеттемелерімізді толық орындаймыз. Бұл парыз. Мен үшін бұл ең маңызды және дәл қазіргі кездегі ең қажетті жұмыс, деді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңестің отырысында. Тек Қазақстан емес, алыс жақын шетелдегі халықтың назарына іліккен экс-министр Қуандық Бишімбаевтың сот процесі жалғасуда. Бишімбаев ісін ел тарихындағы ең резонансты сот отырысы деп атауға болады. Оған тақырыптың өзектілігімен қатар, соттың ашық тікелей эфирде өтіп жатқанында әсер еткені анық. Осы аптада Бишімбаевтан аса ауыр қылмысты жасыру және аса ауыр қылмыс жөнінде хабарламау фактісі бойынша айыпталған Бақытжан Байжановтан куәгерлерден сот медициналық сарапшыдан жауап алынды. Мен аса қатыгездікпен қасақана адам өлтіру күнәсін мойындамаймын, бірақ оның өлімінде өз күнәм бар екенін мойындаймын, деп жауап берді Бишімбаев сот залында. Сотталушы Салтанат Нүкенованың бетінен ұрғанын, бас сүйек ми зақымы болады деп ойламағанын айтты. Қуандық Бишімбаевтың сотында алқа билерді фото, видеоға түсіріп жариялауға тыйым салынған. Соған қарамастан, бақта және әлеуметтік желілерде алқа билердің бет әлпеті бейнеленген видео тарап кетті. Сот мұны кім істеген тексеріп тергеп жатыр. Бұл материалдар қазір өшірілді. Судья Айжан Құлжанова тексеру нәтижелері анықталғанға дейін бақ өкілдерін сот залынан шығарып жіберді. Өткен аптада осы істегі прокурор жұлдызға айналған болса, осы жетеде желі қолданушылары сот медициналық сарапшы Тахир Халимназаровтың жауаптарына сүйсініп жатты. Ол Салтанат Нүкенованың өліміне себеп болған жарақаттарды манекенге сызып көрсетіп, марқұмның мойнында қылқындыру белгілері бар екенін айтты. Есі сау адам өздігінен мұнда жарақат алмайды, биіктен құласа бір жөн. Жерде тұрған адам басын жерге соғып, мұндай зақым ала алмайды, деді ол. Ал қылмыс болған орын Бау мейрамханасының әкімшісі Бишімбаев пен Нүкенова арасында бұған дейін жанжал болғанын айтып, тіпті жиһаздар сынғанын мәлімдеді. Салтанат Нүкенованың құрбысы Аида Ахмедина болса, олардың арасындағы қарым-қатынас жайлы көп нәрсе білетінін алға тартты. Оның айтуынша, бірде Салтанат хабарласып, Бишімбаевтың оны ұрып соққанын, адвокат іздегенін хабарлаған. Тіпті Қуандық Бишімбаев Салтанатты жалаңаш күйде видео түсіруге мәжбүрлегені де айтылды. Бейсенбі күні Сенаттың жалпы отырысында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңымен ілеспе құжат екі оқылымда қаралып мақұлданды. Оған сәйкес кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстар қайталанып жасалған жағдайда тараптардың татуласуына жол берілмейді. Денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтірген үшін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленеді.
Жас баланы өлтіргені, зорлағаны үшін және балаға қатысты сексуалдық сипаттағы зорлық зомбылық әрекеттері үшін қылмыскер өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Бұдан бөлек, өзін өзі өлтіруге көндіру үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі. Алайда осы заң қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр. Желіде ауыр тұрмыстық жағдайға тап болған отбасылардан баласын тартып алады екен деген жазбалар желіде есіп жүр. Заңға қарсы топ көршісі не баласының өзі кез келген шағым түсірсе, қомақты айыппұл салынады, немесе балаларды отбасынан айырып, балалар үйіне тоғыту мүмкін деген уәж айтуда. Заңға бастамашылық жасаған мәжіліс депутаты Жолдыз Сүлейменованың айтуынша, мұның бәрі жалған ақпарат, фейк. Осылайша деструктивті кейбір пайындар арқылы жалған ақпарат таратып отыр деген пікірде. Сенат спикері Мәулен Әшімбаев осыған байланысты депутаттарды заңдардың негізгі мақсаттарын дұрыс түсіндіруге және енгізілген ережелердің маңызын жұртшылыққа жеткізуге шақырды. Қазірдің өзінде қолданыстағы заңнамада ата-аналар қандай да бір қылмыс жасаған жағдайда ата-ана құқығынан айырылатын нормалар бар. Алайда ол нормалар жаппай ата-ана құқығынан айыруға әкелмегені белгілі. Заңда мұндай нормалар жоқ. Ол әйелдерді қорғау және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді, деді Сенат төрағасы осы заң туралы. Ал бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева баланы отбасынан тартып алу туралы шешімді тек сот шығаратынын. Бұл ретте ол отбасына жағдайды түзетуге үнемі мүмкіндік берілетінін айтты. Құрметті көрермен, аптаның маңызды жаңалықтар легі осындай. Арнамызға жазылып пікір білдіре отырыңыздар.